Ал енді кітапхана ісіне оралайық. Қазіргі уақытта қуғын-сүргін туралы естеліктер мен тарихи мағлұматтар бойынша кітапхана сөресінде қаншалықты кітап бар? Сонымен қатар осы күнге байланысты қандай шаралар өткізіледі? Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың алтын қорында Қазақстан тарихына 10 ішінде ашаршылық жылына, қуғын-сүргін құрбандарын өмір деректеріне байланысты кітаптар жеткілікті, өте көп деп айтуға болады. Осы күнге байланысты біздің кітапханада кітап көрмесі ашылды. Оқырмандарымыз шақырамыз. Бұл кітап көрмесінде енді азалы күндер дейміз ғой, азалы күндерге байланысты қасірет шеккен зиялы қауым өкілдерінің арналған көптеген кітаптар қойылған. Оның ішінде мысалы зерттеу жұмыстары, құжаттар қойылған. Бейбіт Қойшыбайдың зерттеген 4 томдық кітабы бар. Оның ішінде біздің ақталған зиялы қауым өкілдерін айта кетсек, Әлихан Бөкейханов, Тұрар Рысқұлов, Жүргеновтың және де көптеген зиялы қауым өкілдерінің өмір деректерін зерттеген, сол зерттеулерін оқырмандарымыз оқи алады. Және де ең негізгі бөлім осы ақын жазушыларымыздың көркем шығармаларына арналған. Бұл біздің мақсатымыз оқырмандарымызды таныстыру, еске алу. Осы бір қиын жылдарды ашаршылық және қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған кітап көрмесі ғой. Оқырмандарымызға жеткізу, тарихымызға үңілу. Біздің борышымыз еске алу, оқырмандарға жеткізу біздің мақсатымыз. Мына кітапта осы сөз. Сол мен аны оқыдым, сонда Тұрар Рысқұловтың бірнеше жазған хаттары бар. Орысша Сталинге жазған. Одан кейін жаңағы бесеудің хаты дейді, Ғабит Мүсірепов бастаған. Бұл бесеудің хаты деген сұмдық қой. Сонда жаңағы осында болып жатқан оқиғалардың бәрін көрсетіп тұрып жазыпты. Мен аны осында келерде оқыдым. Сонда бесеудің хаты Ғизатуллин, Ғабит Мүсірепов бар, Дәулет Бекин, Қуанышев деген тағы ұмытып отырмын, тағы біреулер. Солардың барлығын бесеудің хаты дейді, бұл да тарихи. Енді соның ішінде көптеген бос қарап отырмаған біздің зиялылар. Соның бәрін үсті жоғары хат жаза берген ғой. Мынандай оқиғалар болып отыр, жағдайымыз мынандай болып отыр деп. Соның өзіне бірақ енді мынау Галя Шәкеннің кезінде бұл енді өте бір қасиетті жылдар бұлар. Еліміз үшін өте қасиетті жылдар. Оны біз айтуымыз керек. Өйткені бұл не үшін айту керек? Мақсатымыз болашақ болмау керек, қайталанбау керек. Мына жеке басқа табыну кездері болды. О деген енді айтады ғой, 60-шы жыл жылымық жылдары. Бірақ содан бері де сол біздің еліміз үшін сол күрес тоқтаған жоқ. Қазақ зиялылар сонда да тіл үшін, өз дін үшін, өз мәдениетіміз үшін, жеріміз үшін, ал 1900 сол тәуелсіздік алу үшін күресті. Сол тәуелсіздікке 1991 жылы 25 қазанда 90 жыл 25 қазанда декларация арқылы жеттік қой. Жеттік. Құдайға шүкір. Негізі кітапхана қорында жеткілікті, қор бар. Зерттеулерге құжаттар көп, және де айтқандай әдеби шығармаларын алып оқи алады. Және де көптеген шаралар өтеді, тарихи сабақтар бар, өтетін енді оқырмандарымызға арналған шаралар көп. Енді жастарымыз соны білу керек. Әрине білу керек. Бұл тәуелсіздік, егемендік қалай жеттік біз? 90 жыл 25 қазан қалай декларация 25 соның бәрі ол алаш өкілдерінің кезіндегі 17 жыл алаш өкілдерінің біреуінде жаңағы алғашқы съезде жаңағы 14, одан кейінгі жаңағы 9-10 мәселелер қаралды ғой. Соның кейбір мәселелердің барлығы сол декларацияға түсті. Ал 1991 жыл біз өзі тәуелсіздік алып, Қазақстан Республикасы болып аталдық. Астана қаласы аталды. Міне қаншама жетістіктерге жетіп жатырмыз. Тіліміз мемлекеттік тіл болды. 7-ші бап. Осының барлығы үлкен жетістіктер емес пе? Міне қаншама қаламыз гүлденіп жатыр. Қаншама облыстарымыз қайтадан ашылып, міне аудандарымыз ашылып. Қазір әуежайлар салынып жатыр, темір жол салынып жатыр. Шетелмен қай уақытта болып еді? Мысалы біз шетелге шығу деген, осы жер Россия арқылы шығатынбыз. Қазір міне болашақ деген бағдарлама бар. Оқимын десең, басқа жерге барам десең, қанша елде визасыз қазір баруға болады. Осының барлығын көріп отырып, біз жағдайымыз өте жаман, жағдайымыз өте жақсы. Біз енді салыстырмалды қараймыз бұны. Өйткені біз өткен дәуірде өмір сүрдік, мына дәуірде. Сонда салыстырасың ғой. Сонда міне Құдайға шүкір қазір, бәрі жақсы.